Жақында біздер әдөшпен мамамен Алматыға жол жүрейін деп жатырмыз. Бұйырса осы мамыр айының 1-ші жұлдызында соған орай осындай Каспийдан чемодан сатып алған болатынмын. Қасқарайық. Айбек ашады ол. Біздің оның алдыңғы барған чемоданымыз кішкентай болып шықты. Тіптен ішіне зат сыймайды дұрыс. Мен кезінде Алматыда оқыған едім. Сол кезде чемодандар қалған екен әке-шешемнің үйінде. Бірақ енді олар шаршап кеткен. Бәленбай жыл әрлі-берлі жүріліп. Чемоданның келгеніне бірнеше күн болды негізі. Бір 5 күндей болып қалған болар. Бірақ соны ашуға уақыт та жоқ. Баламен оны ашу қиын да. Айбекті күтіп жүредім. Үлкен чемодан алдық. Ішінде 110 литр сияқты, шатаспасам. О, қандай күшті. Жалпы осы жолы барып келуге де, сосын бұйырса қыдыруға да бәрі бір чемодан керек болады. Сол мақсатпен алынды. Күшті да? Жақсы ғой да, ма? Қандай үлкенді. Біздің Айбектің бойы 179 сантиметр. Ал мына чемоданды қараңыздар. Қандай үлкен. Қандай кең да, Айба? Күшті екен мұны. Бұйырса сәтті сапарларымыздың жолаушысы болсын. Тек бақытты сәттерге апарсын бізді. Бүкіл ел аралайық. Да, Айбекон? Әдөшке бәрі қызық. Күшті үлкен екен ішті. Енді бұның ішіне бәрі сияды. Алла қосса. Әдікон. Әдіконды сүйіп кетеді оның ішіне, да? Иә. Әдөш. Әдікай. Ежан. Отыр. Алжау. Жақсы екен. Бұлай матасы да жақсы сияқты. Осы чемодан қаншаға шықты? 21.600. Шамамен 21.600 теңгеге шықты. Сосын 10% Каспий оның қайтарды. Сонда 2000-дай ақша кері қайтты. Сонда ойлап қарасақ, бір 19 мыңға шыққан чемодан ғой. Бонус ретінде қайтарылды. Жеп жеңілді.
Өте жеңіл. Көлемі үлкен, өте жеңіл. Және де бұлай жақсы сияқты да? Дөңгелектері де барлығы да жақсы енді. Бұйырса көреміз ғой, барып келген соң. Алла қаласа. Өзімізге енді ұнап тұр. Қара түсі. Барлығына үйлесе беретін, сондай бір көзге көп іліне бермейтін түс. Дәдішке қатты ұнап тұр енді. Ойнағысы келіп тұр. Айбағында иллюзионисттардың істейтіні бар ғой, сондай әрекеттері сияқты істеп жатсың ғой. Қазір үшті жабамыз, ішінен басқа адам шығады деген сияқты. Өзің қою керек боларсың. Құлыпты. Коды бар. Бірінші қалай қойып аласың, Айба? Тап соған сон жаттап алу керексің. Сол болады. Сосын ашылмай қалады әйтпесе. Түсіндің ғой да? Мысалы 3-0 қойдың ба, сосын салып жібересің. Сосын ауыстырып тастайсың. Сосын 3-0 салғанда ашылады. Енді ауыстырып тастай беремін мысалы. Сосын жатталып қалады анасы. Көрме ашпайды. Кері 3-0 қойғанда. Ең бірінші қандай қоясың, сондай болады. Папасы бүгін алғашқы рет Әндештің аяғын салбыратып қойды. Көрсетші, Айба қай жерін түсірген. Арбаның осы жерін түсірді. Аяғы енді салбырап тұр. Алғашқы рет үлкен адам сияқты. Біздер есік алдына демалуға шықтық. Біздің үйдің жанында осындай көпір бар. Су өтеді. Ұйықтайын деп жатыр ма? Онда аяғын көтеру керек қой. Көпірдің астымен қазір Абай даңғылынан бір шығамыз. Осындай Орал. Біздің үйдің қасында осындай Toyota орталығы бар. Volkswagen орталығы бар. Toyota орталығы бар. Осындай мастер құрылыс материалдары бар. Айтпақшы, Айбектің шашы азайып қалды. Кешегі шаштар аздан кейін осылай қидырды. Әндеш ұйықтап жатыр. Біздер Абай даңғылымен келе жатырмыз. Сосын біздің үйдің қасында осындай Майкар деген нәрсе бар. Ол қолданыста болған машиналар сатылады. БУ. Сосын осындай Космос деген бар. Маркетингті айтыңызшы шіркін. Алқы маркет дейді мына жерде. Ғарышкерге қолына пиво ұстатқызып қойған ғой. Бірден сыра ішіп космосқа ұшсын деген сияқты. Маркетологтар енді мықты. Бұралқы иттер түсір. Қайда бұралқы?
Не істеймін сен? Не айтам? Бұралқы етке. Сіздер бұралқы етке қарсысыңдар ма, әлде жақсыңдар ма деп па? Біздің үйдің қасында осындай зәулім үй салып тастады ғой. Өте жылдам салып тастады. Мына жерде жолдарды кеңейткен екен. Машинаға парковка тоқтауға болатындай етіп. Әлі жұмыстар жүргізілуде. Әр үйдің астына осындай бір дүкен, немесе стоматология, клиника бірдеңелер ашатын болды ғой қазір. Осындай 4 үй бар. Бір-біріне ұқсайтын. 4 егіз үй да? Егіз үй. Бұл жерге де бірдеңе салынайын деп тұр. Мына жерде мынандай жаңа үй бар, ал мына жерге бірдеңе салынады. Біздер қазір Абай даңғылында келе жатырмыз. Ауа тамаша. Бұл бізде Универмаг шағым ауданы. Естігендеріңіз болса, Универмаг туралы. Мына жерде мешіт көрініп тұр. Біздердің қазіргі бара жатқан жеріміз сол мешіт жақта. Жақта ба? Иә, сол жақта емес па? Галактика аялдамасы. Сол жаққа бара жатырмыз. Ол жерде біздер ЖЭКС, авицена мен Travelers Coffee деген нәрсе бар. Біздің Оралда атақты Универмаг. Бұрыннан келе жатқан Қас Сити Центр деп аталады. Еврофарма, мынау Гранд Плаза болып кетіпті. Бұрында аквариум еді. Той көйлектер сататын салон. Осындай неше түрлі көйлектер, бірақ негізі көбінесе той көйлектері еді. Ая деп аталады. Айба. Мен той көйлегім есіңде ма? Осы Аядан сатып алынғаны. Оған да бәленбай жыл өтті, я? Бәленбай, я. Биыл 7 жыл болады бұйырса. Айби екеуміздің отау құрғанымызға биыл 7 жыл болады екен. Өмір деген зуда. Күні кеше сияқты. Бұл не? Мынау да той салон. Бұл жерде де той салоны бар екен. Гүлсана Сагинова дейді. Бірінші рет көріп тұрмын. Иә? Бірінші рет көріп тұрмын ондай салонды. Moonflowers дейді. А, мен дүкенім ғой. Гүлдет сататын. Ай, гүл дейді қара. Moonflowers. Бұл жерге толтырып шашалар отырғызып қойыпты да. Алар өскенде күшті болады ғой. Бірақ бір жылына шаша деген бар жоғы 1 сантиметрге өседі екен. Соны сіздер білдіңіздер ме? Ойлап қарасаң 1 сантиметр не болғанда? Мұш? Тез өсетін ол. 1 сантиметр деген. Ал біздер аламыз да оны да қыста жаңа жылға кесіп алады. Жүрек ауырады сондай шышаларды көргенде. Жаңа жылда. Қайда? Стап тұрма. Бұл біздің осындай мүсініміз бар бізде. Күшті гүлеш шығып тұр. Гүлдеп тұр да мыналар? Қандай күшті иісі да?
сары кішкентай гүлдері бұл ағаштың өте күшті иіс беріп тұр. Бұл біздің келе жатқан әлі сол Абай даңғылы. Абай даңғылының неше түрлі аттары болды. Кезінде Дзержинского болды, содан кейін Евразия болды. Евразиядан кейін Абай даңғылына ауысты, осыдан бір 2 жыл бұрын. Мына біздің военкомат. Айба, сен осында шақырды ма кезінде? Осында келдің да? Біздің Айбек деген Өскеменде, Шимонаиха деген жерде өз әскери борышын атқарған. 19 жасында келіп қалдық. Иә, біздің Ақмешітіміз. Жаңа мешітімізді біздің. Жаңа дегенде де енді әрине оған бәленбай жыл болып қалды. Бірақ бізде ескі мешіт те бар. Айбек екеуміздің некеміз осы мешітте қидырылған. Міне көрсетіп жатырмын. Айбек дұрыстап көрсетші дейді. Әдештің азан шақырылып қойған аты да осы жерде болды. Галактикамыз. Сол галактика болып әлі аталады. Ойын орталығы. Бұндай жақсы асхана бар бізде, лимонад деп аталатын. Жаңа. Мұнда негізі осы шаурма үшін келдік. Айбектің айтуынша. Иә. Мен Айбекті күтіп тұрмын. Осы шаурмада. Ол, адам көп болады. Айбек шаурма жегісі келіп. Алынды. Мәзсің бә? Мәз боламыз. Ал айтыңыз, Айбек мырза. Осы үшін, осы шаурма үшін қаншама аялдама жаяу жүрдік. Өте дәмді ма? Шын мәнісінде қаладағы ең тәтті шаурма осы жерде. Кеш түсіп келеді. Қараңғы болып баратырды сырт. Біздер тездетіп үйге жетіп алайық. Сонда құрамында не бар? Фри картобы, тауық еті, Корея сәбізі, сосын бір соус да, мықты соус бар да, дәмді. Сосын пияз бар.